Бұл салатты күнде жеу керек. Сәлем достар, бүгін өте жеңіл, дәруменге бай ретинол салатын дайындаймыз. Алдымен сәбізді тазалап, көкөніс тазалайтын үккіштен ұзыншақтап, жіңішкелеп өткізіп аламыз, дәл видеодағыдай. Содан кейін аскөкті, яғни петрушканы ұсақтап тураймыз. Асқабақ дәнін пышақтың көмегімен майдалап аламыз. Кунжут қосамыз. Енді кунжут майына кориандр және тұз, лимон шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін салатымыздың үстінен құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, 5 минутқа демалдырамыз. Салат шырынды, жеңіл, әрі өте пайдалы, тез дайындалады. Дәмі керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Ақгүл.